Баршаңызға сәлем. Ана мен бала каналына қош келдіңіздер. Тіркеліп алыңыздар, пайдалы ақпараттар әрі алда. Бүгін біз нанның көгеруі жайлы айтатын боламыз. Біздің қазақта көбінде апаларымыз айтады, нанды тастамаңдар, мына жерін кесіп алыңдар да ысырап жасамай жеп қойыңдар деп. Ал негізінде олай кесіп алсақ та бұл көгерген, орысша айтқанда плесень, қазақша айтқанда саңырауқұлақшалар, бұның түп тамыры ең астыңғы жағынан бастап өседі және тез қарқынды түрде өседі. Міне көрдіңіздер ме, бағанағы түр уже кешке қарай осындай әдемі видео түсіру үшін осылай жасап қойдым. Кешке қарай осылай болып кетті. Ал алдын қарасақ, міне алды тап-таза. Егер баяғының адамдарындай кесіп алып жейтін болсақ, онда ол тамыры осы астыңғы жағында жатады. Оның барлығы бізге ағзамызға өте зиян, қауіпті. Міне қараңыздар, бұл микроскоппен көрген кезде астыңғы жағындағы кішкентай тамырлар, жіпшелер дейміз ғой, сосын ары қарай өседі. Және вареньеден де бетінен алып тастап жеп жатады. Ол да дұрыс емес, вареньенің түп жағынан бастап өседі. Бұлай болмау үшін қойдың майын ертіп, варенье басқан кезде бетіне құйып қойсаңыздар, қатып саңырауқұлақтар шықпайтын болады. Және кейбір үйлерде қысты күні, әсіресе көктемде, осындай дымқыл температурада влажность көп болса, осындай плесень басады, саңырауқұлақшалар осындай үйдің барлығын басып кетеді. Кейбіреулерде қабырғаны, кейбіреулерде полды. Енді оның өте көп зияндары бар. Ең бірінші өкпеге зиян, өкпе аурулары, астма, жөтел, сондай ауруларға, және әйел адамдардың жыныс мүшелері ауруларына өте зиян. Грибоктар, ағзамызда грибоктар пайда болады, кандидоза аурулары, кандида аурулары пайда болады, әйелдің жыныс мүшесін жаулап алады, яғни әйелдің, ер адамның ағзаларын бұзады. Бұл жаңағы көгерген нандарды осындай өндірістерде қолданады, кирешки жасайды, сухарик жасайды. Сондықтан балаларыңызға әпермегеніңіз жөн. Адамның, тек қана баланың емес, адамдардың да ішек микрофлорасын бұзады. Кандидоза немесе саңырауқұлақтар ағзада болған кезде біз оны сарымсақ арқылы тазалай аламыз. Сарымсақтың бір пайдасы тек қана паразиттерді емес, осындай грибок, жаңағы плесеньдерді ағзадағын тазалайды екен. Оны турап жесеңіз де болады, немесе міне мен көрсеткендей суға салып, турап суға салып ішсеңіз де болады. Суды кішкене тұндырып қоясыз да, сосын іше бересіз. Және семена льна дейді ғой, зығырдың да пайдасы бар. Зығыр дәндері өте ағзаға пайдалы, тек қана сүтті көбейтпейді аналардың. Бұл іштегі сондай грибоктормен де және жыныс мүшелерімізге, қуғымызға, құрсаққа жақсы әсер етеді. Сондықтан да осындай пайдалы дүниені жеңіздер, және көк шөптерден, клетчатка дейді ғой, соларды да жеңіздер. Іштегі, ішектегі микрофлораны дұрыстайды, және дұрыс нанды тұтыныңыздар. Барынша өздеріңіз пісіруге тырысыңыздар. Каналыма подписка жасаңыз, пайдалы дүние әлі көп. Ауырмаңыздар.